Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен әділдарыңыз. Бүгін біз видеода ProSkate фирмасының өте сапалы инструменттер топтарын ұсынатын боламыз. Бұның ішінде жанға керектің барлығы бар. Әсіресе электриктерге, программистерге, система техниктерге өте таптырмайтын құрал. Ал кеттік, ішін обзор жасап көрейік. Мына бұл қарасаңыздар, бұл чемоданмен сізді. Опа! Көрдіңіз бе, чемоданның өзін қазір мына кетті. Чемодан қарасаңыздар, мына бір кожадай емес, басқадай емес, бір өте сапалы. Мына жақтарын көрдіңіздер ме? Опа! Қойып қойдыңыз. Мына жақта мына екі ілетіні бар. Өзіңізде ауыр алып жүрсеңіз болады. Салмағынан келетін болсақ, әжептәуір ауыр, сапалы екен көрініп тұр. О, новый күшті, қуанып тұрмын өзі. Біраздан бері күткен бұны, бүгін келіп жатыр. Опа, міне. Сіздермен міне бірге ProSkate фирмасы. ProSkate фирмасынан мен бірінші рет алып жатқан жоқпын. Пайкасын алғанбыз, тестерін алдық, осы инструменттер бұдан да үлкенін алғанбыз. Бұл да өте сапалы болып келді. Ал burada кеттік. Міне бірінші бетінде осындай, міне қарасаңыздар түспейді. Өте жасалған. Бірінші жамай екі қысқашы бар, екі қысқашы. Кішкентай кабельдерді кесуге, тазалауға арналса, үлкендеуі өте сапалы. Қарасаңыздар, қысқашының өзі міне көрдіңіздер ме? Тырнақ алуға болады. Кетті. Олар утканосы сіздер өздеріңіз білесіздер. Кішкентай нәрсе бір нәрсені алуға, басқаға. Кәдімгі обычный қайшы, ары қарай егеуі бар. Ана жақта мына наборлар бар, міне. Көрдіңіздер ме, кішкентайдан бастап, үлкені міне осындайлары бар. Бұл өте сапалы. Мына нәрселерді шұқылап істеуге болады. Ары қарай кеттік. Ары қарай міне кәдімгі обычный изолента. Ары қарай міне пайкаға арналған олыбысы бар. Міне бұлай алына береді. Бұны қазір пайкаға келетін боламыз. Мына жақта мысалы пайкалерді біресе татпасқан жерлерді мысалы шұқылауға, басқаға арналған осындай заттары бар. Көрдіңіздер, міне үшеуі. Мына жағы бөлек, мына жағы бөлек. Сонымен осы бірінші бет кетті. Ал ең қызығына келетін боламыз. Ал кеттік. Астын ашайық. Мыналарды біз бөліп қолдануға болады. Осыны қолдануға болады. Мынау бізге көрдіңіз, бейджик қой. Мына жағына тағасыз, мына жағына өзінің логотипімен, ProSkate атымен бейджигі бар. Мынау қағаздары ішінде. Кеттік. Саған келейік. Бұл кәдімгі қобдиша. Бұған енді майда-майда шуруптарын салып қойып, коннектірлер салып қойып, мына жоғалмайтын заттар, майда шүйде заттарыңыз, тағы ішіне шашылып жүрмесін десеңіз, осыған саласыз, болды, салып қоясыз, міне. Бүйтіп ашылады, екі жағынан ашылады. Осы ашып, жауып, заттарын салсаңыз болады. Ары қарай бізде ең қызығы, бізге керегі, міне, бұл қарасаңыздар, мына алынады, маған су қойасызды, сұйып қойсаңыз, осыраған пайкаңызды тазалауға болады. Бұны пайкаға подставка ұстайтын, көрдіңіздер ме? Мына наң бәрі темір, еще көрдіңіздер, ішінде пружина темірі бар. Бұны пайка сияқты деп ойлайсыздар. Пайкасы міне өте сапалы пайка. Мына пайкасы. Кішкентай майда шүйде нәрселерді пайкалауға арналған ватын көріп жүрейік. Ватын арада көрінсе болды. Қанша ваттың арада? 20 ватт өйдінде 20 ватт. Міне қойдыңыздар, міне көрдіңіздер ме? Тұра қалады. Анау соның олыбысы. Осы мына пайкасы кетті. Ары қарай пайканы істемеуіш бұрын, мысалға бір затыңыз бұзылып қалды, кабеліңіз үзілді. Оны істейміз. Әрине тестермен тексеретін боламыз. Тестері де өте сапалы. Көрдіңіздер ме? Батарейкасын саласыз да, ары қарай жұмысын істей бересіздер. Осындай әдемі тестері бар ProSkate'тің. Ары қарай кеттік. Мынау енді жаңағы арқаға асып жүретін заты. Мыналарды араға бөлуге болады. Ары қарай кеттік. Оппа. Көрдіңіздер ме? Бұл канцелярский пышақ. Халықтарымыз білеміз. Қарапайым канцелярский пышақ. Бұл өте таптырмайтын құрал. Ары қарай кеттік. Мына нағыз бізге мынау көп жерде бізге көмектесетін. Мысалға көп кабельдер тісіңізбен ашып жатып қойсыз. Осымен кабель ашитынмен ашып кабельдерді тазалай бересіз. Мына пружинасы бар. Мына көрдіңіздер ме? Мына қайшысы бар. Қайшымен кесесіз. Сонымен ар жақта кабельдерді сеченесімен мына
кесе беруге болады. Кесіп, тазалап, бастарын ашуға болады. Ары қарай кеттік. Оппа! Мына біздің пайкілегіңіз өте таптырмас қылып, бұл отсос деп аталады. Кнопкасын бұла бастыңыздар. Мысалы, пайканы керек емесшілері болады, көп болып кетеді, соған апарасыздар. Кішкентай кнопка оппа басып қоясыз, сол кезде пайканы олбаны алып тастайтын болады. Бұны пайканы қасына қойып қоямыз. Ары қарай бізде көбінесе мысалы біз тонкий электроникамен жұмыс істейтін болсаңыз, осындай ғана қысқа ашыңыз бар. Осымен алуға болады. Пинцет дейді ғой орысша енді. Осындай алуға болады. Ары қарай кеттік. Соңғы жағына келіп қалдық. Burada 6 түрлі отверткамыз бар. Мына жағы жалпағымыз бар, фигурныйымыз бар. Бұның бәрі качествосы өте жақсы. Қайсысын алып қарасақ та, качествосы өте жақсы жасалған. Осындай Roskit фирмасының шығарған сапалы дүниесі. Қолдансаңыз ешқашан өкінбейсіздер. Анадан шамалы 5-10 теңге қымбат болуы мүмкін. Мынандай инструменттер аласыздар. 1 жыл емес, 2 жыл емес, 5 жыл пайдаланасыздар. Ал сау болыңыздар.